Расымен де барлық мақтау Аллах тағалаға тән, жалғыз оны ғана мақтаймыз және бір өзінен ғана жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандығынан, істеп қойған істеріміздің кесірінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ, ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Аллах тағаладан басқа тәңір жоқтығына куәлік береміз, және де Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Сондай-ақ ардақты пайғамбарымызға Аллах тағаланың салауатын, сәлемін, рахымын, берекелерін тілейміз. Және де оның әулетіне, сахабаларына, және де солардың жолымен, ихсанмен ергендерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, біз сіздермен Рамазан айының тәлім тәрбиесіндеміз. Аллах тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етіп, осы айда ақыреттік азығымыз болатын салиқалы амалдарды молынан атқара алуымызды Алла тағала өзінің рахымымен нәсіп етсін. Адам баласына жақсылықты Аллах тағаласы қалағандай ешкім қалай алмайды. Сондай-ақ адам баласына жақсылықты Аллах тағаласы үйреткендей ешкім үйрете алмайды. Біздің дүниеміз үшін де, ақыретіміз үшін де ненің жақсы екендігін, ненің жаман екендігін ол жақсырақ біледі. Ненің пайдалы екендігін, ненің зиянды екендігін ол жақсырақ біледі. Аллах тағала бізге қандай да бір амалды парыз етсе, ол парызының сырын былай деп түсіндіреді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ғаса ан такраху шайян ва хуа хайрун лакум. Бәлкім сендер бір нәрсені ұнатпайсыңдар, алайда ол сендер үшін хайырлы дейді. Ва ғаса ан тухиббу шайян ва хуа шаррун лакум. Ал енді сендер бір нәрсені ұнатасыңдар, сүйесіңдер, алайда ол сендер үшін жамандық дейді, зиянды. Аллаху яғламу ва антум ла та'ламун. Өйткені Аллах тағала біледі, ал сендер білмейсіңдер. Міне Аллах тағаланың осындай керемет біліміне бас июіміз арқылы, осы білімді мойындауымыз арқылы, осы білімнің айтқанымен жүруіміз арқылы Аллах тағала бізді жамандық атаулыдан сақтап, тек қана жақсылыққа қол жеткізуімізді қалайды. Тәрбие тәрбиелеушінің айтқанына көнуден басталады, және оның айтқанына еш күмәнсіз сеніп білуден, сол білімге разы болудан басталады. Міне осыны имандылық, шүкірлік деп атайды. Сөйтіп Аллах тағаланың бізге осы Рамазан айында сыйлаған білімі Әл-Бақара сүресінде айтылған: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун. Ей иман келтіргендер, сендерден бұрынғыларға парыз етіп жазылғаны секілді, сендерге де ораза парыз етілді. Бәлкім Аллах тағаланың осы парыз еткен білімін, қадірін абайлайсыңдар, сөйтіп оның қаһарынан, ескертуінен сақтанарсыңдар. Әйямән мағдудат. Рамазан айының күндіздерінен құралған санаулы күндерді ораза тұтуларың парыз етілді. Рамазан айының оразасымен байланысты сендерге жасалған жеңілдік: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ
أو على سفر فعدة من أيام أخر. Сөйтіп кім сендерден осы айдың ішінде науқас болса, не сапарда болса, онда Рамазаннан кейінгі күндерде сол өткізіп алған мерзімдерін, күндерін есептеп қайтаруы парыз етілді. Міне осындай сапардағы кісіге және де науқас кісіге қатысты рұқсаты арқылы юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра. Аллах Тағала сендерге жеңілдікті қалайды, және сендерге ауырлықты қаламайды. Сондай-ақ валитук-милул ғиддата. Рамазан айында сапар мен сырқат себепті өткізіп алған күндеріңді кейін орындарын толтырып кемеліне келтірулеріңді қалайды. Валитукаббируллаха аля ма хадакум. Сондай-ақ осы Рамазанның оразасын ұстауларың арқылы және де қарыз болған күндеріңді өтеулерің арқылы Аллах Тағала сендерді тура жолға салғаны үшін осылай білімін қабыл алып бойұсынуларың арқылы оны ұлықтауларыңды, қастерлеулеріңді қалайды. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Міне осындай бойұсынуларың арқылы сендер бәлкім шүкір етушілерден боларсыңдар. Сондай-ақ біздерге тағы да рұқсат етілген нәрсе أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Рамазан айының түндерінде сендерге ақ некедегі жұбайларыңа жақындасуларың рұқсат етілді. Әйелдерің сендердің шахваттарыңды, әлсіздіктеріңді жасыратын және де харамнан сақтайтын киімдерің. Сондай-ақ сендерде олардың киімісіңдер. Міне осылайша сендерге Рамазанның түндерінде فَالْآنَ بَشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Әйелдеріңе жақындасыңдар. Және де Алла Тағаланың өздеріңе тағдыр етіп жазған нәрсесін іздеңдер. Яғни бұл не салиқалы баланы тілеу, не бұл осы Рамазан айының түндерінің ішіндегі қадір түнін іздеу. Сондай-ақ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Әрі ақ жіп, яғни таң жарығы қара жіптен түн қараңғысынан айқындалғанға дейін, нақты ажырағанға дейін ішіп жеңдер. Сосын оразаны түнге дейін, яғни күн батқанға дейін толтырыңдар. Міне Аллах Тағала бұл аяттарда осы Рамазан айымен байланысты рұқсаттарын баяндады, тыйымдарын баяндады. Сөйтіп қорытындылай келгенде كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Осылайша Аллах Тағала адамдарға өзінің аяттарын осылай баяндайды, егжей-тегжейлі етіп түсіндіреді. Бәлкім адамдар өздеріне осы білім берілгеннен кейін Аллах Тағаланың білімін, қадірін, ұлылығын абайлар. Сөйтіп оның тыйымдарын аттаудан, тілазарлық қылудан, ескертуінен, қаһарынан сақтанар.
Құрметті жамағат, кез келген мұсылман атаулы Алла тағаланың біліміне бас иген күнге дейін, имандылық жолына түскенге дейін, өзінің сол өткен өмірінде өзінің бойына, жанына, санасына неше түрлі мінездерді, қылықтарды, сөздерді, жүріс-тұрыстарды жұқтырып үлгерген. Енді оның бойындағы күллі жаман қасиеттерден арылту үшін, сондай-ақ бойына жақсы қасиеттерді сіңірту үшін бұл ұзақ уақыт алатын тәрбиелік жұмысты қажет етеді. Шексіз білімнің иесі болған аса дана Раббымыз бұл Рамазан парыз оразасының бір күн немесе бір аптадан болуын қаламады. Алла тағала оны бүтін ай бойы ұстауымызды қалады. Осындай үздіксіз табандылық, бойұсыну, сабырлық қасиеті арқылы Аллах тағала кезінде нәпсісі жеңіп жүрген, нәпсісі билеп жүрген құлды енді ол нәпсісін билей алатын дипломмен шығарғысы келеді осы Рамазан айының соңында. Сондықтан кімде-кім билік іздесе, осы өзінің нәпсісін билеуді үйрену қажет. Өзінің нәпсісін билей алмаған адам өзінің отбасын немесе айналасындағы қоғамын қандай жақсылыққа бастай алады, қандай жамандықтан тыя алады. Бір күннің ішінде нәпсімізге қанша мәрте еріп қойсақ, мысалы тіл тұрғысынан өсек бар, ғайбат бар дегенде, мысалы тіл тұрғысынан бола ма, мінез құлық тұрғысынан бола ма, жүріс-тұрыс тұрғысынан бола ма, мәміле тұрғысынан бола ма, яғни бір күннің ішінде қанша мәрте нәпсіге еріп қойсақ, нәпсіге тәуелді әрекет жасап қойсақ, сонша мәрте сол күні Алла мен екі арадағы мәміледе қиянат кетті. Яғни сол сәттерде мен Аллаға адалдық сақтай алмадым, және де Алланы нәпсіден артық сүйе алмадым. Ол ақиқат. Ол ақиқат, сол себепті жаңағы күнәлар, қателіктер жүзеге асты. Сондықтан да бұл нәпсіні басқаруды үйрету үшін, және сол нәпсіңді басқара алғанынан иманның ләззатын сезе алатын халге жеткізу үшін Аллах тағала өзімен екі арадағы, яғни Алла мен екі арадағы мәмілеңді, ықыласыңды, шынайылығыңды полировать етіп, сондай бір әдемі халге жеткізу үшін Аллах тағала осы ораза деген амалды сүйді, және оны бір ай бойы ұстауымызды бұйырды. Міне бұл нәрсе жаңағы нәпсіге ауыр келіп тұр. Аллах тағала айтады, Алла тағала сендерге ауырлық қаламайды. Өйткені ауырлықтың көкесі, құрметті жамағат, қиямет сағаты күні болады. Біз қазір нәпсіге ереміз. Неге? Өйткені біз ақыретті де, қияметтің күллі қиыншылықтарын алыс көрудеміз біз. Алайда Аллах тағала оны жақын көруде. Қараңыз қандай адалдық жасауда бізге. Ол жақын көруде, сондықтан осы білімі келді. Ал біз алыс көреміз. Алла бізбен екі арадағы мәмілесінде бізге адалдығын сақтайды. Ал біздің тарапымыздан оған қарай жаңағындай нәпсіге еруіміз арқылы қиянаттар кетіп жатыр. Міне сондықтан бұл Рамазан бүгінгі күні нәпсіге ғана ауыр, иманға ол ауыр емес. Өйткені иман түсінеді. Осы Рамазан айындағы сабырлығың, төзімділігің ертең қиямет күні адам бүкіл өмірінде сезіп көрмеген жеңілдікті әкелетіндігінен, және де адам өмірінде сезіп көрмеген бақытты әкелетіндігін. Сондықтан да ораза нәпсіні әлсірететін, иманды, ықыласты, тақуалығыңды күшейтетін амал.
бір күн ораза ұстау арқылы мұсылман адам өзінің нәпсісін жеңе білгені үшін, сол күні нәпсісіне мүлде шанс бермей, Аллаға ұнайтын халде өмір сүрген үшін бір күн өмір. Бұл амалдың Алла Тағалаға ұнайтыны соншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Сағид Аль-Худридің риуаят етуі бойынша мынандай сауапты баяндауда. Мән сома яуман фи сабилиллахи бағадаллаху бейнаху ва бейнан нари бизалика л-яуми сабғина хурифан. Құрметті жамағат, ораза деген нәрсе нәпсімен күресу болғандықтан, ол амалда, ол халда Алланың жолында деп атайды екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Міне қараңыздар, кімде-кім Алланың жолында бір күн нәпіл ораза тұтса, бағадаллаху бейнаху ва бейнан нари бизалика л-яуми сабғина хурифан. Аллах Тағала сол құлы мен тозақтың арасын сол күнгі ұстаған оразасы арқылы 70 күзге алыстатады дейді. Яғни құл мен тозақтың арасында 70 жылдық қашықтық пайда болды. Міне Алла Тағала бір нәпіл оразамен тозақты құлынан қанша қашықтық алыстатып тастады. Тағы бір сөзінде пайғамбарымыз масирата миата амин деген 100 жылдық уақытты қамтитын қашықтыққа алыстатады дейді. Тағы бір сөзінде жаалаллаху бейнаху ва бейнан нари хондақан кама бейнас самаи вал ард. Аллах Тағала сол құлы мен тозақтың арасына үлкен ор жасап қояды дейді. Ор үлкен, оның көлемі көк пен жердің арасындай дейді. Егер де бір күндік нәпіл оразаның шын мәніндегі шынайылықпен ұсталған осындай бір күндік нәпіл оразаның сауабы осындай болса, нәпіл оразаның, онда парыз, Рамазанның парызының әр күні үшін, немесе оның толық ай бойы ұсталған оразасы үшін қандай сауап болғалы тұрғандығы бізді қызықтыруда. Міне сондықтан да бүгінгі бір күндік нәпіл оразаның нәпсіге ауыр тиюі, алайда мұсылман соған қарамастан соны ұстап, Алласының дидарын, Алла Тағаласының разылығын, қияметтің жеңілдігін іздеуде қол жеткізген нәрсесі, қараңыз, тозақ пен оның арасы үлкен қашықтыққа алыстайтын сауапқа елендіреді екен. Міне жеңілдік, Алланың қалап тұрған жеңілдігі ертең қиямет күні алдыңнан шығады. Олай болса Рамазан айының оразасы, құрметті жамағат, сол Алла Тағала жақын көріп тұрған қияметті біздің де жақын көруімізге көмектесетін ай. Сөйтіп, сол қияметтің қиыншылығынан сақтануға өте үлкен дәрежеде мүмкіндік беретін, өте үлкен дәрежеде жеңілдік сыйлағалы тұрған айда бұл. Бұл Рамазан айы, құрметті жамағат, бізге келгенде өте бір керемет мазмұнда келеді екен. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтуы бойынша, Рамазан айы кірген кезде Аллах Тағаланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұлай деп таныстырды. Хаза Рамадан қад жаакум. Міне бұл Рамадан сендерге қарай келді. Шахрун мубаракун. Бұл сондай мубарак ай, береке шашатын ай. Фарадаллаху азза ва жалла алейкум сиямаху. Ұлылық пен үстемдіктің иесі болған Аллах Тағала сендерге бұл айдың оразасын парыз қылды. Иза канат әувалу лейлатин мин Рамадана. Рамазан айының әуелгі түні кірген кезде суффидат аш-шаятину
ва марадатул джинни. Рамазанның әуелгі түні кірген кезде күллі шайтандар мен жамандыққа қарай бұйыратын қасарысқан жындар кісенделеді. Міне Аллах Тағала көзімізге көрінбейтін дұшпандарымыздың барлығын кісендеп, тек қана өзіміздің ойымыздағы нәпсімен жеке қалдыруда. Ал енді осы нәпсіңді тәрбиеле дегендей. Күрес, көрсет жәннатты. Осы айдың ішінде көрсет жәннатты қалайтындығыңды. Осы айдың ішінде көрсет тозақтан құтылуды қалайтындығыңды. Міне Аллах Тағала тарапынан қандай керемет көмек берілуде. Әйтпесе бұл Рамазан айының ішінде бұлар байланбаса, Алла Тағала Ниса сүресінде айтқанындай: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Валаула фадлуллахи алейкум ва рахматуху латтабағтумуш шайтана илля қалила дейді. Егер де сендерге Аллах Тағаланың зор кеңшілігі мен рахымы болмағанда, яғни осындай шайтанның ықпалынан сақтап рахымына бөлемегенде, онда сендердің азғантай сандарыңды ғана айтпағанда, немесе азғантай бір амалдарыңды айтпағанда, әлбетте шайтандарға еріп кететіндер дейді. Міне Рамазан айының әуелгі түні кірген кезде біздерге қандай жеңілдік көмек көрсетіліп жатыр. Екінші, вағуллиқат абуабун нари. Және де тозақтың күллі есік қақпалары жабылады. Аллах Тағала Әл-Хижр сүресінде айтқанындай: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва инна джаханнама ламауғидухум әжмағин. Расымен де жаханнам олардың, яғни Ібліс пен оның ізіне ергендердің бәрінің уәделі орны дейді. Ләха сабағату абуабин лекулли бәбин минхум жузун мақсум. Оның, яғни жаханнамның 7 қақпасы бар. Әрбір есік қақпаға олардың, яғни Ібліс пен оның ізіне ергендердің бір бөлігі бөлініп қойылған дейді. Міне тозақтың есіктерінің күллісі жабылуы арқылы Алла Тағала өзінің рахымымен бізге тозақты қаламайтындығы, бізге тозаң салмағындай әділетсіздік қаламайтындығы, тек қана өзіміз Алла Тағаланың білімін, қадірін абайламай, оған бойұсынбай тілазарлық қылуымыз арқылы сол тозақтың қақпасын өз зұлымдығымызбен ғана қағып жүрмесек. Вағуллиқат абуабун нари фалам юфтах минха бабун. Тозақтың күллі қақпа есіктері жабылады да, олардың бір есігі де ашылмайды дейді. Рамазан аяқталғанға дейін. Тағаланың келесі сыйы: Ва футихат абуабул жанна. Және де жәннаттың күллі есік қақпалары ашылады. Фалам юғлақу минха бабун. Міне бұл есіктердің ешбіреуі жабылмайды, ашық тұрады. Яғни Аллах Тағала бізге бұл айда жәннатқа кірем дегендер бар болса, міне есіктер ашық тұр. Күллі нәрсе сенің тек қана өзіңнің нәпсіңде ғана болуы мүмкін. Кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай: менің күллі үмбетім жәннатқа кіреді, тек кім оған кіруді қаламаса, сол адам ғана кірмейді дейді. Сонда сахабалар: Аллахтың елшісі, жәннатқа кірмеуді кім қалауы мүмкін деп таңғалады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: кімде-кім маған бойұсынса, сол жәннатқа кірді. Ал кімде-кім маған бойұсынбаса, онда сол ғой кіргісі келмей тұрған, кіруді қаламай тұрған адам дейді. Міне осылайша Аллах Тағала да, оның елшісі де бізге тозаң салмағындай әділетсіздік қаламайды. Яғни жәннаттан, жақсылықтан, абырой беделден кедергілеп тұрған басты бөгет өзіміздің нәпсімізде, пиғылымызда өмір сүріп жатыр екен. Сахл ибн Сағаттың радиаллаху анху жеткізуі бойынша, Аллах Тағаланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам мынандай хадисін сыйлайды: Фил джаннати саманияту абуабин. Жәннатта
8 есігі бар дейді. 8 есік қақпасы бар. Бабун минха юсаммар райян. Оның есіктерінің біреуі ар-райян деп аталады дейді. Күллі есіктерінің ішіндегі осы есікті ғана айқын көрсетуі. Ла ядхулуху илля саимун. Бұл есіктен жәннатқа тек қана ораза ұстағандар ғана кіреді. Фаиза дахалу. Сол ораза ұстағандар бұл есіктен кірген кезде жәннатқа уғлиқа, бұл есік жабылады. Фалам ядхул гайрухум. Олардан басқалар бұл есіктен кіре алмайды дейді. Рамазан айының әуелгі түні кірген кездегі тағы бір құбылыс. Аллах тағаланың әмірімен бір періштесі дауыстап шақырады екен. Я бағиял хойри ақбил. Ей жақсылықты іздеуші, жақсылықты тілеуші, жақсылықты қалаушы, ілгері қарай қадамда. Яғни Аллах тағаланың разылығын іздеуге, оған бой ұсынуға, осы айда Аллаға жақындау үшін құлшылық салиқалы амалдарға берілуге қадамда. Екі жеңіңді сыбанып тұрып кіріс, көрсет өзіңді, ашық тұрған жәннаттың есіктерін нақты қалайтындығыңды. Сондай-ақ уая бағия шарри. Ей жамандықты тілеуші, жамандықты қалаушы, жамандықты іздеуші, ақсыр, қысқарт енді, қысқарт. Міне саған тозақ қаланбаған түрде оның есіктері жабылуда, саған жәннат қаланған түрде оның есіктері ашылуда. Олай болса енді Раббыңа тәубамен орал, жамандықтардың барлығынан тыйыл. Шынымен де бұл тәубаның қабыл етілетін уақыты ғой деп. Осылайша жақсылықты іздеушіге алға қарай қадамда деп, жамандықты іздеушіге қысқарт деп, екеуіне де бірдей ұсынып тұрған керемет сый пайғамбарымыздың келесі сөзінде байқалады. Уалиллахи утақау минаннар. Бұл айда Аллах тағаланың тозақтан азат ететін құлдары болады дейді. Вазалика фи кулли лейлатин. Рамазанның әр түнінде осы құбылыс жүзеге асады дейді. Яғни Аллах тағала қалаған құлдарын тозақтан азат етіп, тозақтан азат етілгендердің тізімі жазылады. Хатта янқадия рамадану. Рамазан аяқталғанға дейін осылай болады дейді. Жәбир ибн Абдулланың радиаллаху анхума жеткізуі бойынша Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам осы мәселеге қатысты мынандай бір хадисін айтқан екен. Инна лиллахи инда кулли фитрин утақаа. Вазалика фи кулли лейлатин. Расымен де Аллах тағаланың Рамазанның әр күнгі ауызашарының кезінде, ауызашар сәтінде, ауызашар кезінде тозақтан азат етілетін құлдары болады дейді. Бұл әр түні жалғасатын нәрсе дейді. Яғни әрбір ауызашардың кезінде. Сондықтан біздің мұң қылатын, уайым қылатын нәрсеміз, құрметті жамағат, таңертеңнен кешке дейінгі оразаңды ұстаудағы мақсат ниетіңіз, уайымыңыз кешке жақын ауыз ашатын кезімізде осы тозақтан азат етілген құлдардың тізіміне кіру. Сондықтан сіздің ішіңізден жалбарынып құпия түрде сондай бір дұға айтылып жатса, Раббым, сенің пайғамбарың уәде еткендей, осы ауыз ашар сәтімде менің оразамды қабыл алып, тозақтан азат етілген құлдарыңның тізіміне кіргізе көрші деген нәрсе болу керек. Егер біздің таңертеңнен бастап кешке дейінгі уайымыз әр күн осы болса, Алла тағала бізді ол күні жамандықтың күллі түрінен сақтауға көмектеседі. Себебі уайым бар. Ауыз ашар уақытында Аллах тағаланың тозақтан азат еткен құлдарының тізіміне кіру деген уайым. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам
Рамазан айының әуелгі түнінде болатын оқиғаларды хабарлаған хадисінің соңында «Вафихи лейлату хойрун мин альфи шахр». Сондай-ақ бұл Рамазанның ішінде 1000 айдан да хайырлы түн бар. Мән хуримаха фақоды хуримәл хайры күлләху. Кімде-кім ол түннің хайырынан махрұм қалса, онда ол күллі хайырдан махрұм қалды дейді. Вәлә юхруму хайраха илля махрумун. Міне, тек қана бір бейхамдықта махрұм болып жүрген адамды айтпағанда, мүмкін емес мұсылманның бұл түннің хайырынан махрұм қалуы дейді. Сондай-ақ құрметті жамағат, тағы да бір маңызды нәрсе, Рамазанның осындай мазмұнын біз қазір біліп түсініп отырмыз. Сөйтіп біз осы Рамазанды жақсылап атқаруға ниет жасап отырмыз. Алайда енді біздің әріптестеріміз, туысқандарымыздың арасында қаншалаған адамдар бар бұл Рамазанға бейқам қарап жүрген. Олардың осы айда Рамазанмен байланысы қандай болмақ? Міне соларға да бір жеткізуіміз керекті пайғамбарымыздың сөзі бар. Сол сөзді оларға әдепті түрде, жақсы түрде жеткізуге тырысыңыздар. Жеткізудегі сөзіңіздің көп болуы шарт емес, бірақ мақсаты оны ойландыратын сөз болу керек. Ойлануына көмектесетін салмақты сөз болуы жеткілікті. Абу Хурайрадан жеткен риуаятта Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан: «Руғима анфу раджулин дахаля алейхи рамадану сумман салаха қобля ан юғфара лаху». Қайсы бір адамға қарай Рамазан айы кіріп, сосын оның күнәлары кешірілмеген түрде Рамазан кетіп қалса, ондай адам абыройға қол жеткізбей қор болды дейді. Яғни Аллах Тағаланың алдындағы абырой. Аллах Тағаланың алдындағы абыройды осы Рамазан айы алып келді. Ол біріншіден күллі күнәларыңның кешірілуі, екіншіден тозақтан азат етілгендердің тізіміне кіру. Міне бұл екеуі үлкен абырой. Ал енді осы нәрсеге қол жеткізбей, сол баяғы нәпсісіне еріп жүрген халмен өтіп кетсе бұлай, онда ол қорлық. Міне абыройға қол жеткізбей қор болды деп жатыр да ондай адам. Сондықтан дәл осы хадисті апарып туысқандарға сөйлеу емес. Бұл хадис туысқандарының жағдайын уайымдауға саған керек хадис. Саған айтылып жатқан нәрсе. Олардың қазір жағдайын уайымдауға, қарызын өтеуге көмектесесің бе, ақшаңды бересің ба, жоқ оларға сыйлық бересің ба, оны осы Рамазан айындағы келген абыройға қол жеткізу үшін үміт етіп, осы Рамазанға қарай кіргізіп жіберу керексіз. Жалпы осындай мағынада айтып отқан себебім, өйткені осындай керемет ай келіп тұрып, біз оны ұстап, сосын басқа туысқандарымыз со баяғы бетінде жүріп жатса, міне бұл өте жанымызға ауыр тиетін нәрсе да. Сөйтіп, құрметті жамағат, сөзіміздің соңын пайғамбарымыздың келесі хадисімен тәмамдасақ, Абу Хурайрадан радиаллаху анху риуаят етілген Аллах Тағаланың елшісі былай деп айтқан екен: «Мән сома рамадана иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи». Кім Рамазан айын ораза тұтса, Аллаға деген иманмен, осы Рамазан айында уәде етілген Алла Тағаланың күллі уәделеріне деген сеніммен, уахтисабан, және де соны қалау ниетімен, сол сауаптарға қол жеткізсем бе деген ниетпен, сондай жігерлікпен, ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи, онда оның ілгеріде кеткен күнәларының барлығы
кешірілді дейді. Құрметті жамағат, Аллах тағала осы берекелі айында баршамызға жақсы тәрбие алуымызды нәсіп етсін. Басынан аяғына дейін Аллах тағалаға ұнайтын, Алланың разылығына жеткізетін амалдарды көп істей алуымызды нәсіп етсін. Оның күндізінде, оның түнгі уақыттарында Алла тағаланы еске алып отыратын, еске алып жүретін құлдарынан қылуын сұраймыз. Және де Рамазан аяқталған кезде баршамыз жақсы тәрбиеленіп, ихсанға қарай қадам басып бастаған, Алланың тозақтан азат еткен құлдарының тізіміне ілігуімізді, және де күллі күнәларымыз кешіріліп, Рамазаннан кейінгі өміріміз жақсы парақтарда жазылуын, жақсы амалдарға толуын нәсіп етсін.